28 түн. Ей, ұлы бақытты патшам, төртеуіңді де өлтірем деді. Сұлтанның ет күзетшісі жерге басын тигізе иеліп, патшаға тәжім етті. Тақсыр, рұқсат етіңіз, менің бір әңгімем бар. Ол бүкірдің уақиғасынан әлде қайда қызық. Көңіліңізге жақпаса, өлтіретініңіз қашпайды, тақсыр. Қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса. Қашан өлтірсеңіз де, көгендегі қойыңдай қолыңдағы кісілеріміз. Сол әңгімені айтайын, соны тыңдаңыз деді. Патша айтуға рұқсат етті. Күзетшінің әңгімесі. Тақсыр, менің айтатыным баяғыда өтіп кеткен ескілікті әңгіме де емес. Біреудің кеше ғана басынан өткізген, өзі әлі тірі жүрген кісінің әңгімесі. Мен өткен түні қарилардың Құран оқыған бір бас қосқанында болдым, деді күзетші. Қарилар көзді жұмып, Құранды көсілтіп тастап, тамақ ішуге отырды. Дастархан жайылып, түрлі астар келді. Соның ішінде зарпаша деген бір ас болды. Көптің ішінен біреу тұрды да, осы зарпашадан жемеске мен ант етіп едім, деді. Осыны жеймін деп, тапқан азабым жетеді маған деп бәйіт оқыды. Тісі захар, тілі от, кісіні шақса бір жылан, тағы соған қайтып кеп, жақындайды кім оған? Жұрт тамағын жеп болған соң, зарпаша жемегенді ортаға алды. Неге жемейсің? Бізге айтшы деп себебін сұрады. Егер оны жемек түгіл, қатадан ұстап қалсам да, қолымды 40 рет сабындап жуам. Мынаны көрдіңіздер ме деп, оң қолын жеңінен шығарды. Оның оң қолынан 4 саусағы түгел кесілген екен. Отырғандар таңырқасты. Сіздер бұл үшін таңырқамаңдар. Мұндай кесіп тастай салудың бұл заманға өрескелдігі жоқ, деді ол. Егер басқа қолым сау болса, мен өкінбес те едім. Сол қолым да, аяқтарым да осындай, деп бәрін шешіп көрсетті. Бәрінің де 4 саусағы кесілген еді. Енді осының себебін айтайын, деді қайғылы кейіппен.